Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен қамыры біркелкі болып созылатын ең дәмді домашний лагманның рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен лагманның қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 500 грамм ұн, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық куркума, 1 шай қасық толтырып тұз саламыз. Куркуманың ешқандай зияны жоқ, қамырға әдемі түс беріп тұрады. Лагманның қамырын міндетті түрде салқын суға илейміз. Қаттырақ қып илеу керек. Жақсылап иін қандырып, пакетке салып қоямыз. Арасына 5 минут салып отырып, басып отырасыздар. Сонда жақсы созылады. Лагманға керек заттарымызды, етімізді, көкөністерімізді бәрін турап дайындап аламыз. Ең алдымен қызып тұрған майға етімізді салып, өзінің сөлі шыққанша қайнатамыз. Артынан самсағымызды салып, дәміне қарай тұз бұрыштарыңызды саласыздар. Дайын болған қамырымызды жақсылап оқтаумен жайып, пышақтың көмегімен осылай формаларға келтіріп кесіп аламыз. Енді қамырымызға майды жағып, жақсылап қолдың көмегімен осылай мыжып 5 минутқа тындырып қоямыз. Ары қарай сәбізімізді редька салам. Редька қосқыларыңыз келмесе, өздеріңізге қалаған көкөністерді сала берсеңіздер болады. 5 минутқа тындырып қойған қамырымызды жақсылап созып, майлап тарелкаға тағы да 5 минутқа қойып қоямыз. Ары қарай жақсылап қуырылып жатқан тамағымызға капустаны саламыз. 5 минутқа тындырып қойған қамырымыз осылай жақсылап созылып жатыр. Қамырды қаттырақ илесеңіздер, үзілмей жақсы созылады. Қуырылып жатқан тамағымызға томат пастасын салып, біраз қуырамыз. Бетінен асырып су құйып, баяу отта қайнатамыз. Дайын болған қамырымызды тез созып, қайнап тұрған суға үлкен қасықпен 1 қасық тұз салып, жақсылап қайнатып пісіріп аласыздар. Лагманның дәмді болуы қамырына да байланысты. Жіңішке қып созсаңыздар, дәмді болады. Сіздермен болған Жансая. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.